Абай облысында болып жатқан өрттің кесірі Алматы облысына да жеткен сияқты. Қарасаңыздар, бұлт па, тұман ба жолда, түтін ба, сондай болып тұр. Қазір біз жолда келе жатырмыз. Келгенге 70 шақырым қалды. Менің бір айтайын дегенім, бүгін міне жаңалықтардан шықты ғой. Қайтыс болған адамға 7 миллион теңге ақша төлейді деп. Әр сол отбасында бала болса 18 жасқа дейінгі әрқайсысына 2 миллион теңгеден ақша төленеді деді. Грантқа оқуға түседі деді. Ақылы оқып жатқандар тегін грантқа ауысады деп айтылды. Иә, ол да бір қайтыс болған отбасыларға бір көмек шығар. Бірақ адамның құны 7 миллион теңге ме? Неге 7 миллион теңге? Неге 70 миллион теңге бермеске? Сонау бір какой-то бокс, какой-то бір футбол, какой-то бір хоккей ойындарында 200-300 мың долларлап беріп атамыз ақша. Спорт! Бұл жерде адамның жаны. Неге біз адамның өмірін солай арзан бағалаймыз? Олар осы өрт болмасын, өртіміз ары қарай дамымасын, өртті ауыздатайық деп өзінің жандарын пида қылған. Оған кінәлілер бар, әлбетте, олар өздері жауап берер. Бірақ неге біз адамның құнын осылай арзан бағалаймыз? Ең өкініштісі осы нәрсе ғой.